центр называется. Біздің мекеме Шығыс Қазақстан облыстық мамандандырылған медициналық орталық деп аталады. Мұнда жыл сайын 365 күн аптасына 7 күн, 24 сағат бойы қаламыздағы және жақын маңдағы ауылдардағы жедел жәрдем науқастары қабылданады. Близлежащих сел. Мы хотели вот в Восточно-Казахстанской области Біз Шығыс Қазақстан облысында жасалмаған инновациялық операцияларды жасағымыз келіп, команда жинадық. Және біздің бөлім бір жыл ішінде 1080 ота жасады. Оның 179 жоғары технологиялық ота болды. Бұрын Шығыс Қазақстан облысында болмаған 13 жаңа технология енгізілді. Бұл бірінші кезекте медицинаға, нейрохирургияға, екіншіден кардиология мен оңалтуға, неврологияға, диагностикаға және ауру мен диагнозды таба алмай жүрген пациенттерге қажет. и реабилитация, неврология. Полгода назад мне провели операцию. Жарты жыл бұрын ота жасаттым. Нәтижесі болып шықты. Сосын осында келуге тура келді. Қазір мен өзімді әлде қайда жақсы сезінемін. Әрине, операциядан кейінгі ауырсынулар бар, бірақ соған қарамастан мен өзімді жеңіл Я сезінемін. чувствую облегчение. Стремимся делать то, что в мире делается, чтобы где-то кто-то в Усть-Каменогорске... Адамдар Германияға, Кореяға бармай бізге келіп, осында ота жасатқанын қалаймыз. Бірақ бұл үшін тек шеберлік қана емес, ол үшін жабдық қажет. Қазір хирургия жабдықтары көп нәрсеге көмектеседі. Біздің орталықта барлық жабдық бар. Онда неге бізге келмеске? Басқа жақта атқарылатын жұмысты осында да орындауға болады. Биыл бізге 7 пациент Ресейден келді. Біреуі Өзбекстаннан, біреуі Тәжікстаннан келген. Электрондық поштаға жазып жатыр. Біз онлайн консультациялар өткіземіз. 1% с Таджикистана был тоже. У меня, значит, делали операцию, обнаружили... Бел омыртқамнан ісік табылып, ота жасаттым. Мұны микроскоппен жасады. Жаңа микроскоп алғандарын айтты, бәрін кепілдікпен жасады. Ешқашан рецидив болмайтынын айтты. Бұдан кейін өзіңді жақсы сезінесің. Бөлімшенің жабдықталғанын, жақсы жұмның барын, жас жігіттердің жұмыс істеп жатқанын көру қуантады. Медицинаның алға жылжап, жаңа технологияларды қолданып жатқаны жақсы. Пациент үшін бұл өте маңызды. Өйткені отадан кейінгі азап өте ауыр. Бірақ мұнда бәрі жеңіл болып сезіледі. Консервативті емес әдіспен емдеуге болатын жағдайлар бар. Отаны қажет ететін кездер де болады. Өйткені адамдар қатты ауырғанда келеді ғой. Все-таки медицина идет вперед. Менің жұмысымның 60% осы операция бөлімінде орындалады. Яғни бұл эндоваскулярлық нейрохирургия. Осында біз осы аппаратты пайдаланып, мүмкіндігімізше операция жасаймыз. Бұл 2018 жыл орнатылған ангиограф General Electric. Кеше Құсайынов Әбілқұмарға ота жасап, интракардиалды стенд орнаттық. Толық окклюзия алудың қаупі болды. Пациентке ештеңе көмектеспесе, бірақ бұл жерде біз осы аппаратты тамыр ішіне салып, бас сүйегінің ішінде стенозға жеттік. Және аппараттың көмегімен сол жерде стендті аштық. Яғни бұл стенд рентген сәулесінің астында ашылды. Қазір пациент үйге қайтуға дайындалып жатыр. Ничем не помогли бы, но здесь мы использовали данный аппарат. Контрастные вещества под рентген. Бұл құрылғы рентген сәулесі арқылы манипуляциялар жасап жатқан тамырды көруге мүмкіндік береді. Бұл не стеноздар, не аневризмалар болады.
Патология өте көп кездеседі. Түрлі мальформация, тамырышшылық емдеу. Бұл аппарат бұрын болмағанда адамдар әр түрлі патологиялардан қайтыс болатын. Осы аппараттың арқасында геморрагиялық және ишемиялық инсультпен ауыратын пациенттерді емдейміз. Оны пайдаланып біз дәрігердің жұмысын жеңілдете аламыз. Аппарат болмаса, біз жұмыс істей алмайтын едік. Ну, если бы этого аппарата не было, мы вообще не смогли бы работать. Видно, что люди стремятся знать. Адамдар білімге құмар екені көрініп тұр. Қазірдің өзінде кейбір жаңа технологиялық процестер алға жылжып жатыр. Емделіп, риза болып жатқан адамдар көп. Оталар өте қиын екен. Осы уақыт ішінде қаншама ота жасалып, қаншама адам жазылып, қайтадан толыққанда сапалы өмірге оралды. Уже за это время сколько сделали операций, сколько людей выписалось благодарность.